Қайырлы күн оқушылар. Біз бүгін қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. 6-ші сынып. Бізде бар жоғы 11 сұрақ қарастырылған. Біз бірінші сұрақтарды оқимыз. Бірінші сұрақ: мен балаң жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белді буған, жылдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған деген өлең жолдарында троптың қай түрлері кездеседі дейді. Бізде төрт жауабы берілген. Осылардың бізде С жауабы дұрыс болады, яғни кейіптеу, теңеу С жауабы. Екінші сұрақ: Аян алғаш рет қалай тобығын тайдырды дейді. Бұл кейіпкер негізінен Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» шығармасында кездеседі. Оны оқысаңыздар, жауабын бірден табуға болады. Біз екінші жауапты белгілейміз. Семіз бұзау мөңкіп шығып кеткен кезде. Үшінші сұрақ: бұл тағы да «Жусан иісі» шығармасына байланысты қойылған. Қаралы қағаз Аянға қай кезде келді дейді. Жазда келген екен. Төртінші сұрақ: Тортайдың арманындағы ақ бозат не еді дейді. Бұл Тортай мінген ақ бозат деген шығармадан келген сұрақ екен. Бізде жауабы В жауабы болады, жазушы болу. Яғни ақ бозат оның арманындағы жазушы болу. Бесінші сұрақ: Қажымұқан бойынан қандай қасиеттерді байқадыңыз дейді. Біз байқаймыз, С жауабы дұрыс деп белгілейміз. Мықтылық, төзімділік, ақкөңілділік. Яғни осы жауапты дұрыс деп белгілейміз. Осы 5-ші сұраққа дейінгі дұрыс жауап белгілесеңіздер 1 балл беріледі. 6-ші сұрақтан бастап 2 балл беріледі. 6-ші сұрақты оқимыз. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам» деген өлең жолдарындағы қараңғы деген сөзді қалай түсіндіңіз дейді. Өз пікірлеріңізді жазыңыз. Бұл бірінші сіздер осы өлеңді оқып шығасыздар, содан кейін барып өз пікірлеріңізді жазасыздар. Жауабы: бұл өлең шумақтарында қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғы сөз надан сөзімен сәйкес келеді. Мысалы, себебі ол кезде ел жұрты надандық, білімсіздік және еріншектік билеген уақыт болды. Ал Сұлтанмахмұт Торайғыров болса, осы надандықтың түбіне жетемін деген мақсатпен жазған. Білімсіз ел, сауатсыз ел, еріншек ел ол қараңғы ел деп санады. Өзімізді қараңғылықтан сақтайық, себебі біздің еліміздің жарық қылымын деп талай ұлы тұлғалар өз өмірлерін қараңғылықта өткізуге тура келді. Бірақ олардың қараңғылығы надандықты білдірмеді. Бұл сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер 2 балл беріледі. Келесі сұраққа ауысамыз. 7-ші сұрақ: әңгімеші баланың Аянмен достығын сипаттап жазыңыз дейді. Бұл жерде әңгімеші бала Сайын және Аян, негізінен Науқан деп беріледі. Сайын мен Науқанның достығы басқа балаларға қарағанда өзгеше болды. Олардың достығы бір партада отырғаннан басталды. Әңгімеші бала Аянға қиын кезде қасынан табылар адал досқа айналды. Ойынға тоймай асыр салып ойнап жүретін Сайын енді ойынын қоя салып, қиналған шағында Аянның жанынан табылды. Әкесінен қаралы қағаз келген соң Аян жетімдер интернатына алынды да екеуі бір-бірімен қимай қоштасты дейді. Бұл сұрақ «Жусан иісі» шығармасына келген болатын. Бұл сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, оқушылар 2 балл беріледі. Келесі сұраққа өтеміз. Бізде 8-ші сұраққа келдік. 8-ші сұрақ: Аянның ертегі айтудағы шеберлігіне қысқаша сипаттама беріңіз дейді. Бұл да сол Жусан иісіне байланысты берілген. Аян әр айтқан ертегісін баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастайды. Оның ертегілерінде әр адамға тән қасиеттің бәрі бар. Бұл сұраққа да дұрыс жауап берсеңіздер 2 балл беріледі. 9-ші сұрақ. Бұл сұрақ Тортай мінген ақ бозат деген шығармадан берілген. Сұрақты оқимыз.
Тортайдың мен міне алмаған ақбозатты бәлкім сен мінерсің дегенін қалай түсінесіз дейді. Яғни бұл жерде Тортай өзінің жазушы болам деген арманы орындалмайтынын біліп, Орашқа мен бола алмадым, мүмкін сен болып қаларсың жазушы деп тілек айтады. Бұл сұраққа да дұрыс жауап берсеңіздер 2 балл беріледі. 10-шы сұраққа келіп қалдық. 10-шы сұрақ, Қажымұқан палуаннан қандай үлгі өнеге алар едіңіз дейді. Яғни Қажымұқан Мұңайтпасұлын барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бұл ең алғаш қазақ күресін бастаған, әлемге танытқан адамдардың бірі болып табылады. Осы Қажымұқан палуаннан қандай үлгі өнеге аласыз дейді. Өз ойыңызды дәлелдеп жазыңыз дейді. Әркім өз ойын жазып шығады. Жауапты оқимыз. Мен Қажымұқаннан спорт үлгісін алар едім. Мысалы, Қажымұқан кісіден мен тайсалмай берілмей мақсатқа жетуді, еңбектенуді үйрендім. Қиын кезең болса да тек алдыға мақсатқа жетуді үйрендім. Ол сияқты палуан болу үшін тер төгіп еңбектену қажет екен. Соңғы сұрақ, бізде бұл 11-ші сұраққа келдік. Осы сұрақты, яғни бұл жерде эссе берілген екен. Осы эссеге жазып шықсаңыздар 5 балл беріледі. Сұрақты оқимыз. Аян мен Тортай соғыс құрбандары. Шығармадан дәлелдер келтіре отырып эссе жазыңыз дейді. Бұл жерде Жусанисі шығармасы мен Тортай мінген ақбозаттағы басты кейіпкерлер бұл Аян және Тортай болып табылады. Екеуі де бұл соғыс құрбандары, жетім қалған, соларға байланысты шығармадан дәлелдер келтіріп эссе жазыңыз дейді. Әркім өз ойынан жазады. Аян мен Тортай соғыс құрбандары. Себебі олар екеуі де соғыстың кесірінен әкесіз қалды. Олардың әкелері соғысқа аттанып еш оралмаған. Оның артынан төсек тартып қалған анасынан айырылып қалады. Жастайынан жетім қалып, екеуі де соғыстың құрбандарына айналды. Осы соғыстың кесірінен қанша аналар жесір қалып, қанша балалар жетім қалды. Аян да, Тортай да екеуінің өмірлері екеуі де әкелерінен айырылып, соғыстың құрбаны атанды. Олардың әкелері соғысқа аттанғаннан кейін қаралы қағаз келіп, әкелері майданнан оралмаған. Жастайынан жетім қалып, екеуі де соғыстың құрбандарына айналады. Аянның да, Тортайдың да екеуінің өмірлері соғыстың кесірінен мүлдем өзгереді. Және де сол өзгеріс жақсылыққа апармайды. Олар жазуды, оқуды білетін зерек балалар еді. Кітап оқып, ертегі айтатын, болашақтарын айтып отыратын, бірақ осы болашақ армандарына жететін жолдарын осы соғыс кесіп өтеді. Яғни өмірлері балалық шақтың бақытын сезінумен өтпеді, жақындарынан айырылып қиыншылықпен өтті. Сол себепті де Аян мен Тортай соғыс құрбандары. Яғни осы шығармаға, осы екі кейіпкерге байланысты эссе жазасыздар. Сол эссеге байланысты жақсы жазып шықсаңыздар, бар жоғы 5 балл беріледі. Достар, бізде 11 сұрақ қарастырылған еді. 11 сұрақтың барлығын талдап біттік. Осы видео сіздерге, осы сұрақтар егер сіздерге келіп жатса, біздің видеомызды до конца көрінуді ұсынамын. Және де біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің тілектеріңізді немесе сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға жұбыны жақсылап тапсырып шығуға тілектеспін. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сау болыңыздар.